Кешкі мал жайлау малғару жемдерін былғап бердім. Жеп жатыр. Бүгін 15 наурыз. Көктем келді. Шөпті молырақ саламыз. Мына екі баспақ. Бір сиыр қалды. Мынау бір айдан кейін туатын шығар. Мынау енді ұрғашы баспақ. Мынау да ұрғашы баспақ. Мынау боз. Зау кезінде қашып кеткен. Құдай қаласа бұл да бір майда ма ететін шығар. Желіндеп жатыр. Желіні шығып ісініп аула балшық. Су жиналып су ағаш істеп қойдық. Мына жаққа қарай су ағып жатыр далалыққа. Плюс 10 градус көрсетіп тұр. Бірақ қар әлі жатыр, солаймен отырып жатыр енді. Бір шама отырды. Ертең арғыны бүрсі күндеріне 15-20 градус ыстық болады деп жатыр. Сол кезде су таситын шығар.